Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2019 жылдан бастап Қазақстан күрделі қоғамдық саяси трансформация кезеңін өткеруде. Елімізде ауыл әкімдерін халық тікелей сайлау мүмкіндігіне ие болды. Бүгінде 1480 ауыл әкімі тікелей сайланды. Халық аудан, қала әкімдерін биыл пилоттық деңгейде, келесі жылдан бастап тікелей сайлау мүмкіндігіне ие болады. Қазақстан суперпрезиденттік басқару жүйесінен бас тартты. Бір президент, бір мерзім саяси новелласы енгізілді. Мәжілісте Қазақстанның тарихында бірінші рет 6 партия жұмыс істеуде. Конституциялық сот құрылды. Мемлекет басшысы Тоқаев күрделі геосаяси жағдайда халыққа конституциялық реформаны ұсынып, бұл өзгерістерді халық толыққанды қолдады. Аманат фракциясы енді өкімет жергілікті әкімшіліктермен бірлесіп, осы саяси трансформацияны халықты шешім қабылдау процесіне кеңірек араласу үрдісін жасап, қоғамның ыждахатты, әлеуметтік экономикалық белсенділігін арттыруға пайдалану қажет деп есептейді. Бізге қоғамдық парасатты, саяси ыждахатты, халықшыл саяси мәдениет қалыптастыру маңызды. Аймақтарда жергілікті әкімдер бюджет қабылдау процесіне жаңа сайланған мәслихаттардың творчестволық потенциалын пайдалана отырып, бюджет процесіне қоғамды кеңірек қатыстыру тетіктерін жасау басты аспект. Жергілікті бюджеттің қалыптасуы барша халыққа жаппай ашық және түсінікті болуы тиіс. Аудандық, облыстық деңгейдегі өзекті өткір мәселелер ашық талқыдан өте отырып, шешімдер жергілікті қоғамдастықпен келісе отырып қабылдануы қажет. Өкімет, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы саясатын, баға, тарифтерді өзгерткенде халыққа түсінікті, ашық болуы шарт. Конституциялық реформаларды халықтың әл-ауқатын арттырып, экономиканы әртараптандыруға конвертация жасайтын тетіктер керек. Ол үшін қоғамның позитивті, саяси, әлеуметтік, экономикалық белсенділігін арттыру кезек күттірмейді. Өкіметтің бүгінгі күнгі халықпен жұмыс істеп, қоғаммен коммуникация жасау тәсілдері көңіл көншетпейді. Жас өспірімдерді гуманистік тұрғыда тәрбиелеу, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік ақпарат қауіпсіздігі аясындағы проблемалар көбейіп келеді. Өкімет елімізде өтіп жатқан саяси трансформацияның мәні мен маңызын халыққа түсіндіре отырып, азаматтардың қоғамдық творчествосын арттыруға бағытталған нақты шешімдер қабылдауы тиіс. Бұл мәселелерді оң шешпей, конституциялық реформаның ұлағатты творчестволық потенциалын арттыру қиынға соғады.